барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Қайырлы кеш, құрметті көрермен, арнамыздың тікелей эфирінде футзалдан Қазақстан чемпионаты Атырау және Семей арасындағы кездесу. Бүгін Қазақстан чемпионатының құрметті көрермен 37-ші туры. Нөмірлі Лео Соуза қақпашы, 8-ші Алисон, 29-ші Олег Кручинин, 33-ші 10-ші нөмірлі қазір Дедезиньо, алыс-бұрышқа пас. Өте шықты Дедезиньоның пасы, сол аяқ. Семей командасы Ақжол Дәрбай қазір мына жерде допты тартып алды. Гол! Жерден доптан айырылды қонақтар, және Алисон қандай ғаламат соққы, сол аяқпен бағытталған. Өте биік кетті. Алисон соққан голды міне. Камиль соққа! Амал қалмады. Герейханов ортаға ойысты. Алыстан тепті. Алғашқысы және қазір Олег Кручинин. Бірінші таймның тура жартысынан ас. Бірақ Семей ойыншылары дер кезінде позицияларын жауып үлгерді. Қауіпті шабуыл, артқа пас, соққы бола ма қақпаға? Пас жетті! Гол! Семей командасы таблодағы есепті 1-1 қылды. Гол соққан Кандидо. 20-ші нөмірлі Габриэль Кандидо. Қонақтарда болған, бірақ Джоната Сильва! Джайми Евальди қарсы шабуылда Семей. Герейханов оңға пас берді. Кандидо! Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысы Родригиньоға пас берді. Және қақпаның маңдайшасы құтқарды бұл жерде Атырау командасын. Атырау футзал клубының жанкүйерлері қазір Алисонның қақпа маңына пасу. Қазір Павел Гамов сәл болмаған автогол. Камиль Герейхановтан допты оп-оңай тартып алды. Габриэль соққы жасады және оны қайтарды. Тағда бір соққы, бір ұштама. Атырау жанкүйерлерін қолдауға шақыруда диктор Габриэль қанша 30 секундтың ішінде жүреді. Алыстан бағытталған соққы! Гол! Қараңыздар, бұл жерде Джоната Сильва бұрыштамадан допты ойынға қосқан, аяқтың сұртымен. Қақпашы үшін қиын траектория, мінеке қараңыздар. Дайын болмай шықты Джайми Евальди. Қазір Алисон! Қақпаның бағанасы. Мен Кандидо. Қақпаға соққы! Гол! 2-2 Семей командасы есепті теңестірді. Кандидо. Шырық шалды Алисон. Әртесіне қалдырды соққы қақпаға. Және тағы да тайм-аут. Қарсы шабуыл және матч аяқталды. 37-ші турда құрметті көрермен Атырау мен Семей ұпай бөлісті. 2-2 және Семей командасы 3,5 айдан бері алғаш рет. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.